Сәлем достар, бүгін сіздермен оплата жасалынып төленген товарға қалай возврат жасаймыз, сол бойынша айтатын боламын. Сіздерде сағатқа түсіп тұрған болса, сіздер возврат жасай аласыздар. Егер де ол грузовикке өтіп кететін болса, сіздер возврат жасай алмайсыздар. Сол себептен де сағатта тұрған кезде возврат жасап үлгеріңіздер. Сағатты кіреміз. Міне 3.92 деп тұр. Соның біріншісін, соның астындағы 3 сөз жазылып тұр. Соның біріншісін таңдайсыздар. Мына жерде сіздерге причинаны сұрап тұр. Кез келген таңдасаңыздар болады. Мына жерге себебін жазуын керексіздер. Бұл жерге мен қате адрес деп жаза салайын. Қате адрес. Мына қате адрес. Копировать етіп. Копировать етіп вставить деймін. И қызылды басасыздар. Міне болды, сіздердің товарларыңыз возврат жасалынды. Сіздерде сразу түспеуі мүмкін. Егер де Каспий банк болса, 1 күн немесе 2 күн ішінде түсуі мүмкін. Егер де халық, одан да басқа форты банктар болса, 3 күннің ішінде түсуі мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.